Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ тілі 1-ші сынып. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз мектепте, школе. Мұғалім Мухаммадиева Меруерт Багдәулетовна. Сабақтың мақсаты. Балалар, жаңа сөздермен танысамыз. Познакомимся с новыми словами. Оқимын, читаю. Жазамын, пишу. Тыңдаймын, слушаю. Сөйлеймін, говорю. Ребята, вместе повторяем новые слова. Оқимын, жазамын, тыңдаймын, сөйлеймін. Жақсы балалар. Сөйлеймін. Первое задание. Слушай, повтори. Сен мектепте не істейсің? Что ты делаешь в школе? Мен кітап оқимын. Я читаю книгу. Мен жазамын. Я пишу. Мен тыңдаймын. Я слушаю. Мен сөйлеймін. Я говорю. Жарайсыңдар, балалар. Тамаша. Екінші тапсырма. Посмотрите на картинку. Балалар, суретке қараймыз. Суретте нені көріп тұрмыз? Мен мектепте кітап оқимын. Я в школе читаю книгу. Мен мектепте тыңдаймын. Я в школе слушаю. Мен мектепте жазамын. Я пишу. Мен мектепте сөйлеймін. Говорю. Кітап оқиды, тыңдайды, жазады, сөйлейді. 4-ші тапсырма. Слушай, говори по образцу. Сен неше жастасың? Сколько тебе лет? Мен 6 жастамын. Мне 6 лет. Сен нешінші сыныпта оқисың? В каком классе ты учишься? Мен 1-ші сыныпта оқимын. Я учусь в 1 классе. Сен мектепте не істейсің? Что ты делаешь в школе? Мен мектепте кітап оқимын, жазамын, тыңдаймын, сөйлеймін. Я в школе читаю книгу, пишу, слушаю и говорю. Тамаша балалар. Енді жазу дәптеріндегі 1-ші, 3-ші тапсырмаларды әдемілеп орындаймыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.